Баршаңызға сәлем достар. Шарлотка пирогының рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте нәзік болып шығады. Әрі суығанын күтіп қажет емес, ыстықтай да шайға ұсына берсеңіздер болады. Мен бұл пирогты өрікпен жасадым, алмамен жасауға да болады. Өте дәмді болып шығады. Құрамы қолжетімді, үйдегі бар заттармен дайындалады, ал дәмі өте нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Және де мені арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен формамызды дайындап аламыз. 24 диаметрлі форманың астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын ерітілген сармаймен майлап аламыз. Төрт жұмыртқаны миксерлейтін ыдысымызға саламыз. Менде С1 категориялы жұмыртқа. Миксердің орташа жылдамдығында араластыра отырып, үстіне қантымызды толығымен саламыз. Және де миксердің жылдамдығын күшейтеміз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылай ұлғайғанша, әппақ болғанша араластырамыз. Миксерден алып тастап, енді үстіне қаймағымызды қосып, массамызды басып алмай, астынан жоғарғы қарата бір бағытта араластырамыз. Ұнға разрыхителді қосып, електен өткізіп, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне қарата араластыра отырып, біркелкі қамыр болғанға дейін жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымыз қалып қоймауы қажет. Әбден араластырып болғаннан кейін ерітілген сармайымызды құямыз. Тағы да біркелкі тесті болғанша араластырамыз. Енді өрікті өлшеп алдық, соның барлығын кесіп шығамыз. Формамызға тестінің жарты бөлігін құйып, үстіне персиктарымызды орналастырып шығамыз. Тестоның қалған бөлігін құйып, тағы да бетіне персиктарымызды орналастырып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 50-55 минут шамасында пісіреміз. Дайын болғанын деревянный шпажканың көмегіменен білетін боламыз. Және де пісіп жатқан кезде қайта-қайта духовканы ашып қарауға болмайды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, әсемдейміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді, өте нәзік пирог шығады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Баршаңызға ас болсын.